Сәлем қыздар, бүгін көптен күткен 75 күндік челленджді бастайтын боламын. 75 күндік челлендждің бірінші күні 21 наурыз. Челленджді жасаудағы басты мақсатым бұл өмірімді ретке келтіру. Яғни жұмыс жасайтын жандар мен сияқты түсінеді. Азаннан кешке дейін, таңғы 8-ден кешкі 5-ке дейін жұмыс жасаймын. Және өмірің тек жұмыс үй болған кезде ешқандай арман да, ешқандай мақсат та орындалмайтындай көрінеді. Және өмірің бір сарынды өтіп жатқандықтан бір энергия да болмайды адамда, өмірді керемет етуге деген ұмтылыс та болмайды. Күнделікті өміріңе жаңа әдеттерді енгізу, жаңа нәрселерді енгізуге деген ынтаң да болмайды. Сондықтан да мен кішігірім өзгертулер енгізгім келді өміріме, оны жай ғана күнделікті әдеттерден бастасам ба деген ой келді. Сонымен шетелдік блогтарда танымал болған 75 күндік челленджді бастағым келеді. Оның екі түрі бар: hard және soft challenge. Soft challenge яғни жайлы, жұмсақ челлендж. Жұмсақ түрде өміріңе әдеттерді енгізу, қиындатпай. Мен осы жайлы түрін таңдадым, себебі қазір мен демалыстамын. 3-ші тоқсанның демалысы, 10 күндік демалыс. Сонымен демалыс кезінде әрине әдеттерді орындау мүмкін болар, дегенмен жұмыс уақытына қайта түскен кезде жұмыс ритмімен сәйкестендіру тағы да қиын болады. Және ол кезде сол әдеттерді орындай алмайтын болсаң, өзіңді кінәлайтын боласың. Сондықтан да жай ғана жеңіл әдеттерді бастап көремін деген ойдамын. Және бұл челлендждің басында айтайын, мүмкін мен провал болу мүмкін, яғни мен челленджді соңына жеткізбеуім мүмкін. Мүмкін екінші күнде жасағым келмей қалуы мүмкін. Мен бұның барлығын білмеймін. Жай ғана егер қолымнан келмесе, қолымнан келмеді деп сіздерге айтатын боламын. Ал әзірге бастамасын менімен бірге бастап көріңіздер. Бірінші, әрине, челлендж барысында қандай әдеттерді енгізесің, соны білуің қажет. Ол үшін жоспар жазатын күнделікке мен барлық өміріме енгізетін әдеттерді тізіп шықтым. Ең басты 4 секторға бөліп шықтым, 4 бағытқа. Бірінші, физикалық денсаулық. Бұл бағытта ең бірінші әдеттегі оп-оңай әдет, дегенмен көбіміз орындай бермейміз. Шындықтарыңызды сұрасам, қазір таңғы уақытта тұрған бойдан бір стакан су ішесіздер ме? Ол суық су емес, жылы су. Ішесіздер ме? Шынымен жауап беріңіздер. Ал ішпейтін болсаңыздар, осыны бір әдетке енгізу керек. Себебі таңғы жылы су бұл метаболизмді оятады, яғни сіздің денеңізді, сізді жалпы оятады. Сондықтан да бұл әдетті өмірге, қарапайым бір 5 минутыңды алмайтын әдетті өмірге енгізе аламыз деген ойдамын. Физикалық денсаулық бағыты бойынша бірінші әдет таңғы жылы су, және бұнымен қатар күнделікті 1,5 литр су ішу. Екінші, 10.000 қадам тренировка, йога, яғни спорт бағыты, 30 минут кемінде осы үшеуінің біреуін немесе екеуін орындау. 10.000 қадам тренировка, йога, үшеуінің күнделікті, бірақ осы спортпен айналысып отыру керек. Үшінші, күнделікті күтім, бет күтімі болсын, дене күтімі болсын, және фейс массаж. Мен фейс массажды әрі қарай жалғастырғым келеді. Оның ішінде гуашпен және тіпті қолмен де бетке массаж жасағым келеді күнделікті. Келесі, соңғы 4-ші әдет 23:30-ға дейін ұйықтау. Жалпы, сағат 10-ға дейін немесе 9-ға дейін ұйықтап қалу керек дейді. Дегенмен ол менің қолымнан келмейтін сияқты. Әзір өзімнің режиміме қараған кезде бұл әдет қолымнан келмейтін сияқты ол көрінді. 10-ға дейін деп қойсам, ертең бірінші күннен провал болатын білдім де, сондықтан 11:30-ға дейін деп уақытты қойдым. Және байқасаңыздар, бұл жерде таңғы 5-те тұру немесе 6-да тұру деген әдетті енгізбедім. Неге? Бұның алдында мен әр ай сайын әдеттер трекерін жасап жүрген кезде таңғы 6-ны белгілейтінмін. Және ол кейбір сәттерде орындалмайтын. Көбінесе 6:30-да тұрып жүретінмін. Өйткені жұмыс бар, бәрібір де тұрасың орнынан. Сондықтан да нақты 6-да тұру деп қою мен үшін қиындау болып тұр. Және ол жерде де тағы өзімді кінәлайтын болғандықтан бұл әдетті енгізбедім. Жай ғана ерте жатсақ, ерте тұрарымыз анық. Оның үстіне қазір демалыс уақытында барынша демалғым келеді. Дегенмен шектен тыс емес. 11:30-да ұйықтаған адам, тіпті 10-да ұйықтасаңыз тіпті жақсы,
онда ұйықтаған адам бәрібір де таңда ерте тұратыны анық. Екінші бағыт менталды ақыл ой. Мұнда 3 әдетті енгіздім. Бірінші, күніне 1 сағат фокус жұмысқа немесе білімге. Қазіргі таңда курс алып жүрген, оқып жүрген болсаңыз, курсқа фокус қою, немесе жұмысыңыз бойынша бітпей жатқан істер болса, соған фокус қою. Осы әдет 1 сағат фокус. Екінші, 10 бет кітап оқу. Бұл белгілі. Мен күнделікті кітап оқуды әдетке айналдыру мен үшін дәл қазір қиын. Осы кезге дейін де қиын болған. Кітап оқуды алғанмен 1-2 беттен аспайтынмын, және ол күнделікті емес болатын. Енді соны әдетке айналдырғым келеді, және 10 беттен кем оқығым келмейді. Өйткені оқитын кітаптар тізімі көп те менде, ал уақыт жетпей жатыр. Сонымен 10 бет кітап оқу. Келесі, күнделікті жоспарлау, яғни күніне 3 мақсат, күніне 3 жасау керек әрекетті қою. Келесі, үшінші, рухани ішкі күй бағытында. Бұл 2 мақсат, яғни біреуі салауат айтуды әдетке айналдыру. Бұл жайлы кейінірек толығырақ айтатын боламын. Және екіншісі, шүкіршілік дәптерін жазу. Бұл да мен шүкіршілік дәптерін жазамын, дегенмен күнде тұрақты емес. Соны реттегім келеді. Келесі, 4-ші бағыт өмір сапасы және өсу. Мұнда 2 әдет: қаржы есебін жүргізу, яғни кіріс шығыс күнделікті есептеу, содан кейін блог жүргізу бойынша мақсаттарды орындау. Мінеки осындай 4, 3, 7, 11 әдетті өмірге енгізгім келеді. Және бірақ күнделікті уақыт болмаған сәтте, немесе көңіл күйім болмаған сәтте, тек минималды түрде осы әдеттердің, осы бағыттардың бір-біреуінен болса да орындап шықсам да 75 күндік челленджді жалғастыра беретін боламын. Сондықтан да өзімді қинауды қажет деп санамаймын. Барынша өміріме енгізуге тырысам, бірақ қолдан келмей жатса тоқтата салуым немесе минималды түрдегі әдеттерді орындауым мүмкін. Себебі 75 күндік челленджді жай ғана 75 күні өткеннен кейін қайтадан бұрынғы өміріме қайта енбес үшін барынша жайлы етіп орындау керек деп ойлаймын. Өміріне біртіндеп және қинаусыз осы әдеттерді енгізу керек деп ойлаймын. Сонымен осы әдеттерді енгізуді бүгіннен бастадым, және бірінші күннен бастап хаос болды. Хаос болғанда қалай уақыт жетпей емес, уақытты реттеу бағытында хаос болды. Себебі мен қазір демалыстамын, бірыңғай үйде болғаннан кейін барлығын рет-ретімен орындап тастау мен үшін қиын болды, және оларға қаншалықты уақыт бөлу керек екенін де білмедім. Дегенмен барынша әдеттерді орындауға тырыстым, және қолымнан келді деп ойлаймын. Айтпақшы, челлендж бойынша байқасаңыздар, тамақтану, яғни питание бөлігінде ешқандай әдетті енгізбедім. Тек қана бір нәрсе, бұл аптасына тек бір рет қана cheat meal, яғни газировка мен фастфуд. Осы екеуін жеуге тек аптасына бір рет қана өзіме рұқсат беремін. Қалған күндері, жай күндері қандай тағамдар жеймін, соны жеп жүремін. Себебі тамақтану бөлігі мен үшін өте қиын бөлік. Ол жерде бірден көкөністерді енгізіп, калория санап, ондай нәрсе жасау мен үшін қиын болады. Сондықтан оны алдын ала біле тұра, әзірге зиянды әдеттерді азайтуды ғана мақсат етіп қойып тұрмын. Челлендж барысында минималды әдеттерді орындасам да, мен челленджді жалғастыра беремін. Яғни оны челленджді орындалған ретінде есептейтін боламын. Себебі күніне бір әдетті орындасаң да, 2 әдетті орындасаң да, ол сен үшін жеңіс. Сондықтан да өзімнің ынтамды, жасаған іс-әрекеттерімді, кішкентай болса да жасаған іс-әрекетімді құнсыздандырғым келмейді. Міне, енді көріп тұрғандарыңдай мына жерде стикерлерді іліп қойдым. Маған осы қызықты көрінді. Стикерлерге қарап отырып, челленджді жалғастыру меніңше қызық болатын сияқты. Және бұны мен рилсқа да, шортсқа да және ютубқа, блогқа да түсіріп отыратын боламын. Блогта енді алдағы уақытта осы челлендждің күнделігі ретінде жүргіземін. Сәлем қыздар, бүгін туысқанымның үйіндемін, қонақ күтейін деп жатырмыз. Соған дайындық жүріп жатыр. Дайындық барысында осы челлендждің блогы болса да осында салып қоямын.
жалпы влог ретінде күнделікті. Ал челленджге келетін болсақ, барлық енді жаңа спорт жағынан орындалмауы мүмкін, және кітап оқу жағы және фокус 1 сағат қойылмауы мүмкін. Бірақ мүмкіндік болып жатса, әдеттердің минималды түрде болса да әдеттерді орындауға тырысамын. Мысалы, су ішу. Қазір дастарханға қоятын тойбастар жасап жатырмын. Тойбастар ма? Мынаны әлі жасап отырмын. Негізі бала кезден осылай майда дүниелерді бірінде жасап отыратын, ұнайтын сообщение келіп жатыр, түсіне жоғары қарап отырмын. Бірінде жасап отырған ұнайтын майда дүниелерді өстіп, бұрын бала кезде қағаздан көбелек жасаймын да, сөйтіп, ол сурет жоқ қой менде, бірақ көбелектер қағаздан, кішкентай ақ қағаздардан көбелектер жасап, сонымен қыздың бейнесін үйімнің стенасына жасағанмын. Кәдімгідей көп көбелек жасап, мен қазір ойланамын да, қалай ерінбегем деп ойлаймын ғой. Сондай майда дүниелерді жасаған ұнайды. Қалай жасайсың, қалай шаршамайсың, қалай жалықпайсың деп сұрайды да. Бірақ сондай адамдар болады. Кейбіреуіне вообще ұнамайды. Қағазбен жұмыс, бір нәрсені мыжып отыру, көбісіне ұнамайды да. Ал маған ұнайтын. Өстіп істеп отырмын. Қазір енді дастарханның көп бөлігін кешке жасаймыз. Қазір тек біртіндеп уақыт алатын дүниелерді жасап алып жатырмын. Қазіргі үйде бір өзім, үйдегілер қонаққа кетті. Солар келген соң барып, дастарханның жұмысына кірісемін. Бір жағынан осы қазақтың дастархан жайғаны жаңағыдай не ғой, ысырап, көп нәрсе қояды, неге қатты дайындалады деп айтады да. Бір жағынан бірақ осы қызық та. Шынымен қызық. Маған мысалы туысқандармен дастархан жайып отырған, туысқандардың арасында отырған қатты ұнайды. Сол вайб, шу. Біздің үй енді ешқандай шу жоқ қой үйде, өзіміз ғана болғаннан кейін. Ал неге? Сондай туысқандармен бірге араласқан, олармен бірге сөйлескен, әзілдескен, өте қызық сияқты. Мына жерде самсаның фаршын дайындап жатырмын. Қазір самсаны дайындап заморозкаға қоямыз, по-моему. Бүгін пісірмейміз, ертең пісіріп аламыз. Бүгін заморозкаға қоямыз. Осындай жерде жүрміз. Біздің қызатын жеріміз осындай деп бар. Боулингке бара жатырмыз. Сағат 9-дағы боулингке. 9-дан кетті сағат. Адресті белгілемеген апам. Кешіріңдерші, менің кінәм. Жазы келтіріп тұрмын.
тоңып. Keçeri. Карбаша. Ютубта жүресің. YouTube көрермендер. Аха. YouTube'ыңыз қандай сіздің? Сен сонда білмейсің ба, сонда менің ютубымды менің? Ойбу. Шешін ұстап келмедің ба, шешін? Бүгін боулингке бардық. Бар бітіргенсің сол. Қыдырдық бүгін. Ауа жұтып тұрмыз. Бізде әдеттегідей расқылан үйіне болып жатыр. Бөлмені жинап жатырмыз. Сіңліммен бірге. Екеуің бежевый болып күшті отырсың. Енді алдыңғы влог пен осы влогтың ара қашықтығы, уақыт аралығы өте ұзақ болып кетті. Себебі мен Инстаграмда да шамалы бірнеше контент жүргізгенмін. Инстаграм мен ютубты бірге алып жүру өте қиын болып жатыр. Сонымен кішігірім уақыт аралығы ұзап кетті. Дегенмен осыған дейін үзінді влогтар түсірген болатынмын. Армандар картасын жасау жайлы влог түсіріп бастаған едім. Оны салмауым әлі белгісіз болып тұр. Өйткені ол жерде шамалы детальдар қосу керек және монтаж жасау керек болып тұр. Дегенмен, егер салынып жатса, алдағы уақытта көре жатарсыздар. Ал енді мен мұғаліммін. Білмейтін жандар болса, мен мұғалімдік жұмыс жасаймын. Осы мен 3-ші жыл жасап жатқаныма. Осыдан 10 күн бұрын 3-ші тоқсан демалысы басталған болатын. Сонымен 10 күн бойы демалдық. Бізде демалдық мұғалім ретінде. Енді ертең емес, арғы күні, яғни бір күннен кейін қайтадан жұмыс басталады. 4-ші тоқсан басталады. Кішігірім жұмыс ритміне ену үшін дайындық жұмысын жасау керек болып тұр. Бүгін 28 наурыз және түнгі 11:30. Ал сабақ жұмыс 30 наурыз басталады. Енді түнде болса да жұмысты бастауым керек болып тұр. Азанда кеш тұрғандықтан әзірге энергиям бар, сондықтан да қазір болсын бастай бергім келіп тұр. Негізі түнде менде көбінесе түнде энергия көбірек болады. Мүмкін азанда ерте тұрмағаннан болуы мүмкін. Демалыс күндері мен көбінесе кешірек тұрам. Әдеттегіден жұмыс уақытында мен ертерек тұратынмын. Енді сонда менің ойыма мүмкін самовнушение или мен өз-өзімді солай сендіріп алған сияқтымын. Бірақ менде энергия түнде пайда болады. Түнге, кешкі уақыттан былай қарай түнде пайда болады. Күндіз ешқандай энергия болмайды. Мейлі контент түсіруге, мейлі жұмыс жасауға болсын. Мүмкін, бәрі мүмкін. Или өзімді солай сендіріп алған сияқтымын. Сол сенімден арылуым керек. Қазір мен жұмысқа дайындық ретінде бірінші әдеттегідей тазалықтан бастаймыз. Кішігірім ғана тазалық жасап алам бөлмеге. Жұмысыма байланысты формаларымды, киім үлгілерімді қайтадан реттеп дайындап қоюым қажет. Сонымен айналсам бүгін, сосын ертең келе әрі қарай жалғастыратын боламын. Қазір мен қалың киімдерді салып және жұмысқа байланысты киімдерімді киім ілгішке іліп қоятын боламын. Және осыны жасап жатқан кезде сіздермен блог жүргізу жайлы сөйлескім келіп тұр. Бастапқы бір аптадан кейін, жаңадан бастап жатқан жан, бастапқы бір аптадан кейін уже бұл менің бағытым емес сияқты деген ойға ұшырайды. Неліктен? Себебі сен өте қызығушылықпен бастадың және басқалардың да контентін бақылай бастайсың. Басқалар қалай жасап жатыр деп, не жасап жатыр, олардың контенті қандай деген сияқты. Және сол кезде өзіңді
обесценивать ету, яғни өзіңнің бағаңды түсіру. Иә, сенің жасап жатқан жұмысың нашар сияқты, сенің жасап жатқан контентің сапасыз сияқты, күнде салып жатсың, бірақ нәтиже жоқ деген сияқты ойлар келе бастайды. Сол кезде менде де сондай жағдай болды. Мен контент салып жатырмын, бірақ контентім сапасыз, ешқандай мақсатсыз, жүйе жоқ сияқты болып көрінді. Бірақ кейіннен мына ойға, дәл қазір болсын, осы ойға келіп отырмын. Кез келген жаңадан бастап жатқан блогер болсын, немесе өз контентін жүргізіп жатқан кез келген жан, блогер болмаса да, оның контенті бірден атып кетпеуі мүмкін. Иә, бір видео, бір рилс атуы мүмкін, одан кейін қайттан төмен түсіп қалады. Бірақ негізгі осындай блогерлер болсын, жетістікке жеткен блогерлердің негізгі құпиясы меніңше тұрақтылықта. Яғни, иә, сенде құлаулар болуы мүмкін, қызықсыз болып қалады, желанияң қашып кетеді деген сияқты. Бірақ кейін осыны бір әдетке айналдырып, тұрақтылықты әдетке айналдыратын болсаң, кейін түбінде қандай да бір нәтижеге жететін анық сияқты. Себебі кез келген еңбек еткен жанның нәтижесі болады. Еңбек еткен кезде еңбегіңнің қандай да болсын нәтижесі болады. Сен жақсы жаққа, жақсы бағытта еңбек етіп жатсаң, онда еңбегіңнің жемісін көресің, қалай да болсын. Сондықтан да берілмеу керек деген ойға келдім. Иә, просмотрлар көп емес, көбінесе өзімнің жақындарым, таныстарым деген сияқты, оларға енді бәрібір де рекомендацияға шығып тұрады ғой менің видеоларым. Солардың көрілімі арқылы, дегенмен ютубта одан бөлек просмотрлар көп. Лайк аз болса да просмотрлар бар. Біршама мен таң қалып қалдым. Басында мүлде ешкім көрмейтін шығар деген ойда болдым, бірақ қазақша контент бәрібір қажет екен. Сонымен жақсы көрілім жинап жатыр. Иә, видеоларым өзім үшін бастапқы уақытқа жақсы сияқты. Енді мен сонымен тұрақтылықты таңдадым, әрі қарай жалғастыруды таңдадым. Сөйтіп, алдағы уақытта да влогтардың барлығы шығады. ютубты да бірге жүргізуге тырысамын, бірақ тикток жайында ойланып тұрмын. Себебі жалпы тиктокқа менің қызығушылығым жоқ, өзім де көп көре бермеймін. Сондықтан да болар, тиктокқа әлі мойынсұнбадым. Бір видео салған едім, оны өшіріп тастадым қайтадан. Бір тикток өте еркін адамдардың ортасы сияқты мен үшін, сондай бағдарлама сияқты да. Әзірге тиктокқа барған жоқпын, және телеграм каналда да енді жүргізе бастаймын. Бірінші, жалпы контенттерімді жүйеге келтіріп алуым керек. Ол үшін осылай видеолар түсіріп, влогтар түсіріп, тәжірибе жинақтаған дұрыс сияқты. Сөйтіп, содан кейін барып бір жүйеге келе жатар деген ойда жалғастырып жатырмын. Мінекей, әзірге жаңалықтар осы. Мүмкін менің контенттерім біреуге ұнамауы мүмкін, бірақ ұнайтын бір жан болса да кездесетіні анық. Сондықтан да мен берілмеймін. Сендерге де, қыздарға айтарым, берілмеңдер. Қолыңнан не келеді соны жаса, ал нәтиже бізде емес, біздің қолымызда емес. Нәтиже Алланың қолында. Сондықтан да ниет етіп әрекет ете берейік. Неге қалың киімдерден босаттым. Енді киетін киімдерімді, әзірге күн салқындау болуы мүмкін, сондықтан үстіге сәл қалыңдау киімдер және үстіңгі киімдерді қоятын боламын. Мына жерге жеңіл long sleeve, футболка деген сияқты соларды қоям. Астына шалбар, одан кейін жазда киілетін, бірақ мерекелік шараларда киілетін киімдерді астына салатын боламын. Және қысық киімдер астына салынады. Енді мына жерде түрлі пакетиктер бар. Мен сияқты өстіп пакетиктер жинайтындар бар ма? Мына жерде маған подаркаға келген заттардың пакетиктерін бәрін мен жинап алғанмын. Енді соларды реттеу керек болып тұр. Біраз орын алып тұр, өйткені көлеміне қарай сол пакетиктерді реттейтін боламын қазір. Содан кейін шкафтың тағы бір бөлігі қалды, сол жерде реттесем, бүгінге сонымен болды. Көлеміне қарай бөліп қойдым. Осындай білмеймін,
бір шама пакеттер жатыр. Білмеймін не үшін жинап жүргенімді, бірақ әйтеуір жинап жүрмін. Біраз пакет жинап тастаппын. Енді көріп жатырмын қанша екенін көлемі. Енді осыларды жинақтап бір пакетке салып жинақтап қою керек. Міне болдым. Пакетиктерді жинап, іші тола пакеттер. Енді осыны бір жерге қою керек шкафтың ішіне. Содан кейін мына киімдерді сорттап реттеп қоямын. Сонымен бітті жұмысым бүгінге, ұйықтау керек. Мен мына жерде үй киімдерді реттеп жатырмын. Жазға жеңіл киетін киімдерді де шығара салдым. Шкафта тұра берсін деп, уже 2 айдан кейін жаз келеді ғой. Соған дайын тұрсын деп шығарып, бүктеп, дайындап қойып жатырмын шкафтың ішіне. Уже күнде ысый бастады, үйде ысый бастады, бірақ жылу жақында сөндіреді, сондықтан қайтадан салқындауы мүмкін бөлме. Сондықтан да шамалы қалыңдау киімдерді де қалдырып қойдым. Дегенмен жазық киімдерді де бір бұрышына жинап қоя берейін деген ой келді. Жалпы осындай үй жинау емес, менде жай күндері шкафтарды жинау, яғни өзім шкафымды жинау, үстелдерімді жинау, өз киімдерімді сорттап, нелерге үй киімі, қыстық киім, жазық киім деген сияқты бөліп жинақтау өзіме бір медитация сияқты. Шынымен ойым тынышталып, ютубтан бір влог болсын, подкаст болсын, бір нәрсе қосып қоямын да, ары қарай киімдерімді жинап, бір өзімнің әлемімде отырам. Шынымен бір медитация сияқты мен үшін. Сондықтан да осы влогтарда да көбінесе осы шкафымды жинағандарымды көп түсіріп жатамын. Жазда осы мақсат болып тұр менде, имидж қалыптастыру. Қандай да бағытта болсын, жалпы түрлі шалбармен, юбкамен, түрлі түстермен үйлестіріп кие алатындай киімдерді қалыптастырғым келеді. Жалпы паразит, жалпы уже деген сияқты паразит сөздерден арылуды және мына дыбыстарды деген сияқты дыбыстарды созуды қоя алмай жатырмын. Енді камераға үйреніп жатқаннан кейін бұл да менің бір мақсатым. Барынша бұл сөздерді және дыбыстарды қолданбауға тырысамын. Не айтып жатырмын? Имидж, сондай капсула гардеробымда бір капсуланы құрғым келеді. Жаздағы мақсаттарымның бірі осы. Имиджді қалыптастыру және гардероб құру, өз гардеробымды құру басты мақсаттарымның бірі болып тұр. Соны жүзеге асырамын деген ойдамын. Қыздар, кеше сол киімдерді жинаумен аяқтадым күнімді. Одан кейін бүгін сол киімдерді жуып жатырмын. Қазір ертең жұмыс, соған байланысты түрлі алу керек заттар бар, соларды алуға базарға шығып бара жатырмын. Қазір мен шаш бояуға бара жатырмын. Шаштың боялғанына уже бірінші осветление жасаған. Бұрын соңды бояп көрмегенмін салонда. Содан кейін 3 ай бұрын боядым осы шашты. Енді тонировка жасату керек. Басқа түске боясам ба деп ойлап тұрмын. Күн деген жаз болып тұр бүгін бізде. Сарыдан кейін осылай цвет болды шашым. Негізі теплый карамельный цветке бояғым келді. Примерно осындай. Әлі де бірнеше рет бояу керек, әлі ашылады деді. Бұрын осветление болғаннан кейін тағы да бояу керек бірнеше рет. Содан кейін барып, сол қалаған түсіңізге бояуға болады деді. Мінекей қыздар, бүгін бітірген жұмысым. Шашымды осындай түске бояп келдім. Қайтадан бір түске, бір оттенкке боядым. Әрине сары шаш ұнады. Маған сары шашпен жүрген ұнады. Кәдімгідей бір арманым еді. Шынына келгенде сары шашқа бояу. Дегенмен тонировка жасайтын уақыт келгендіктен
бояу керек болды, және мен ойлана келе қайтадан осы қоңыр түсіме бояймын деп шештім. Бұл менің өзімнің түсімнен біршама ақшылдау, дегенмен бұл әлі де ашылады еді. Мен негізі теплый карамель түске бояғым келді, бірақ оны бірнеше, енді алдыңғы шашым сары болды ғой, сондықтан да бірнеше рет тонировка жасағаннан кейін ғана сол қалаған түсіңіз шығады деді. Сонымен мынау бірінші тонировкам, қоңыр түске бояған. Енді бір ай шамасынан кейін, енді точно бір айдан кейін боямауы мүмкін, бір жарым айдан кейін тағы тонировка жасағаннан кейін более карамельный немесе медовый цветке бояу мүмкін. Дегенмен қазіргі түсімде өте қатты ұнап тұр өзіме. Білмеймін, мен қандай түске боясам да өзіме ұнады. Сары түске болсын, қоңыр түске болсын, өзіме жарасып тұрған сияқты көрінді. Басқалар не айтса да, шашым қандай түсте болса да әдемі мен үшін. Неке сіздерге көрсетейін дедім шашымды. Енді бүгінге бітірген жұмысым осы болды. Және кеш батты, қазір жұмыс жасау керек. Ертең жұмыс басталады. Құдай қаласа таңмен қайтадан жұмыс вайбта влогтар түсіретін болам. Енді мұғалімнің қағазы көп, барынша кейінге қалдырдым. Сағат уже 7 шамасы болып қалу керек. Сосын істеймін, шамалдан кейін істеймін деп кейінге қалдырдым, бірақ қайда қашам, бәрібір де сол жұмысты жасау керек. Сондықтан да қазір мұғалімдік жұмысымды жалғастырамын. Қазір мен қысқа КТП-мді толтырамын. Күнтізбелік жоспар. Атын қойғанмын. 10 күнде ұмытып қалдым. Күнтізбелік жоспарды толтырам, одан кейін қысқа мерзімді жоспар дайындауым керек. Негізі бір аптаға дайындайтынмын қысқа мерзімді жоспар мен көрнекіліктерді, бірақ бүгін өте ауыр болып кететін сияқты көрнекіліктердің бәрін дайындайтын болсам, бірақ көреміз. Жалпы жұмыс жасаймын. Мұғалім емес жандарға қызық емес болуы мүмкін. Көптен бері кейінге қалдырған жұмысымды жасау керек. Егер сендер де көптен бері откладывать етіп жүрген істерің болса, қазір жасаңдар. Бәрібір түбі жасауың керек болады. Сондықтан жасау керек нәрселер үсті-үстіне жинала бергендіктен өзіңе қиын болып кетуі мүмкін. Сондықтан кейінге қалдырған жұмыстарының тізімін жаса, соларды біртіндеп шетінен орындай беру керек. Бір уақытта орындап тастасаң, өзің де жеңіл дейсің, кәдімгідей мен мына жұмысты бітірдім деген сияқты. Менде қазір заметкеде мен аяқтаған жұмыстар деп тізім жасап жатырмын. Бір мезгілде осы ойыма келді осындай идея, аяқтаған жұмыстарымды жазып жүрейінші деп. Көбінесе біз жасау керек жұмыстарды жазамыз ғой, бірақ аяқтағандарды жазбаймыз. Және тағы бір лайфхак дейін ба, телефонда напоминание бар ғой, соны напоминаниені қолданғаны өте тиімді екен. Расымен де мысалы күнделікті бір жасау керек деген істеріңізді тізімін жазып қойсаңыздар, өздеріңізге оңай, орындаған кезде өзі тізімнен шығып кете береді. Және кейін де көргеніңізде сол аяқталған жұмыстар көз алдыңызда тұрады. Осы жылы мен не істедім деген кезде, сол приложениеден көрген кезде кәдімгідей жасаған жұмыстарыңыз көрініп тұрады. Тегін өз телефонда бар дүниені қолдана білуіміз керек сияқты. Кейін егер қызықты болып жатса, сіздерге мен напоминание қалай қолданатынымды көрсететін боламын. Осы кітапты тауып алдым. Разбор гардероба, видеосы. Қыздар, жұмыс істеп жаңа болдым. Бір ноутбуктың алдында бірнеше сағат жұмыс істеп отыру кәдімгідей энергияңды алып қояды. Қазір түнгі бет күтімімді жасаймын, содан кейін ұйықтайтын боламын. Енді осымен влогты аяқтасам деген ойға келіп отырмын. Келесі влогтың тақырыбы қандай болғанын қалайсыздар, және қандай тақырыптарда влог түсірейін, сол туралы пікірлеріңізді комментарийға жаза кетсеңіздер. Және осы влогта разговорный видеолар өте көп. Сіздерге тыңдаған ұнай ма, әлде ұнамай ма, ол жайлы да пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Осы влогқа және осыған дейін көрген влогтарыңызға лайк басуды ұмытпасаңыздар, сонымен қатар тіркелуді де ұмытпасаңыздар дегім келеді. Влог түсіріп жатқан маған бұл жасағандарыңыз, яғни тіркелу, лайк басу, комментарий жазу, бұның барлығы үлкен бір мотивация болады. Аяғына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Мені қолдаған әрбір көрерменге алғысым шексіз. Келесі влогта кездескенше.